Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тыңдайтын әңгіме ақ пен қара. Өмір деген қызық қой, жүре берсең көре бересің дегендей, тіршілікте талай-талай тағдырларды бастан өткізеді екенсің. Ойламаған оқыс оқиғаларда болып жатады екен. Кездеспесем екен деген адамдармен де кездесіп қалып жатасың. Бұл жолы осындай кездесу болды. Біздің аудандық аурухананың бірінші қабатында жақсы жабдықталған 2 люкс палата бар. Мұны ақылы палата деп те атайды. Бұл жақтың кіріп шығатын есігі ғимараттың сырт жағында. Аурулармен араласпайсың. Топырлап келіп кетіп жатқан адам да жоқ, тып-тыныш. Науқастанып қалған аудан басшылары, ықпалды адамдар осы палаталарда ем қабылдайды. Немесе тиісті ақысын төлеген басқа кісілер де емделе алады. Бөлменің ішінде аурухана төсегінен басқа жазу столы, орындықтар, жұмсақ жиһаздар, теледидар, телефон да бар. Сонымен қоса әжетхана, шомылғы да ішінде. Қонақ үй сияқты. Осыдан біраз жыл бұрын осы люкс палаталардың бірінде емделіп жаттым. Екінші палата бос тұрған. Бір күні сәскеге қарай дәрі-дәрмектерімді қабылдап болған соң дәлізге шығып тұрғам. Сыртқы есік ашылып, қасында кіп-кішкентай әрі қайыстай қатқан қара шалы бар бас дәрігер кірді. Мені көріп сәлемдесті де, әлгі кісіні бос тұрған люкс палатаға апарып жайғастырды. Ағасы, осында 2-3 күн түнеп шығуымызға рұқсат етемін. Одан әрі мүмкіншілік жоқ деп бас дәрігер шығып кетті. Сәлден кейін әлгі қара шал маған келді. Келіңіз, отырыңыз деп жұмсақ диванға жайғастырып, электр шайнекті тоққа қосып, үйден келген дәмді шығардым. Ақсақал, жөн сұрасып отырайық. Қайдан келдіңіз? Қандай науқаспен түстіңіз деп сөз бастадым. Інім, мен емделуге келген адам емеспін. Барар жер, басар тауым болмағандықтан аудандарды аралап, бұрынғы аралас-құралас, қызметтес болған дәрігерлерге барып, қонып түнеп жүрген жайым бар. Бәрібір бұрын өзің қызмет істеп жүрген кезіңдегідей болмайды екен. Баяғы көз көргендердің Құдайға қарағандары болмаса, кейбіреулері қабақтарын кіржетіп, жақтырмай қарсы алады. Имандылары болса, бірер күнде үйіне түнетіп, немесе 2-3 күн аурухананың бір бұрышына қондырып шығарып салады. Үйі жоқтың күйі жоқ деген осы. Мына сендердің бас дәрігерлерің Серікханды да бұрына танушы едім. Кезінде көп жәрдемімде тиген. Соны бұлдағандай болып келіп отырған жайым бар. Бір кішкене жұмыс, Құрқылтайдың ұясындай ұя тауып берем ме деген есек-дәммен келіп едім. Бірақ үмітім ақталмады. 2-3 күннен артық түнете алмаймын деген сөзін естідің ғой жаңа, деп қара шал бір тоқтады. Көзінде көзәйнек, үстінде көнетөз костюм шалбар, басында баяғының ескі қалпағы бар. Қария көз алдында 2 иығы қушиып, белі бүкшиіп, шөкті де қалды. Аяп кеттім. Үй жайыңыз, отбасыңыз қайда? Неге мұндай күйге түстіңіз деуге дәтім бармай, шай ішіп, дәм татыңыз деуден аса алмадым. Бірақ ішкі әлемім астан-кестең. Сөз ләміне қарағанда, кезінде әжептәуір қызмет істеп, талайларға шапағаты тиген кісі сияқты. Ал енді қартайғанда бұған не болды екен? Осы кезде есік ашылып, менің емдеуші дәрігерім келді. Ақ құба өңді, сұңғақ бойлы, сұлуша келген жігіт, ағасының дене бітімі де тіп-тік әдемі. Үстіндегі ақ халаты оны мүлдем ажарландырып жібереді екен. Жуырда ғана Атырау жақтан бізге терапевт болып ауысып келіпті. Есімі Қалижан. Өзі қандай көрікті азамат болса, жан дүниесі де сондай сұлу да бай, ақ көңіл, парасатты, өмірден көрген түйгені көп, байыпты жігіт екені көрініп тұр. Алғашына сөйлескеннен бірден байқадым. Оның үстіне біліктілігіне де тәнті болған жайым бар. 2-3 жылдан бері 2 бүйрегім ашып, әбден ауырып мазалай берген соң аурухананың бас дәрігері Серікханға барып жайымды айтқан едім. Ол маған 2 бүйрегімді УЗИге түсіріп, нәтижесін алып келу үшін облысқа жолдама берген соң УЗИден өткем. Ондағы мамандар бір бүйрегіңіз кішірейіп кетіпті деп 2 бүйрегімнің де көлемін жазып берген. Сонан соң бұл анықтаманы алып облыстың бас урологына бардым. УЗИдің нәтижесін қарап көрді де ауруханаға жатыңыз. Отаның ақшасын төлесеңіз болды, кішірейген бүйрегіңізді кесіп тастай саламын деп күледі. Өзінше қалжыңбас, қалжақпас біреу сияқты. Көрерміз деп ауданға қайттым. Бірақ отаға түсіп, бір мүшемнен айырылуды іштей қалап тұрмағаным аян. Аудандық аурухананың бас дәрігері Серікханға келіп жағдайымды айттым. Ол УЗИдің нәтижесіне қарап отырып, бізге жақында Атыраудан бір жақсы дәрігер ауысып келген. Сол кісімен кеңесейік.
Серікхан телефонмен өзі айтқан дәрігерді кабинетіне шақырып алды да мені табыстады. Ол мені арнайы кабинетке ертіп барып, кушеткаға жатқызып, екі бүйрегімді сыртынан ары түрткілеп, бері түрткілеп, ауырама деп сұрады. Ауырғанын айттым. Сонан соң ол, сіздің екі бүйрегіңізде сап-сау, бірақ беліңізге, омыртқаңызға тұз жиналған. Екі бүйрегіңізді ашытып, әсер беріп жатқан сол деді. Олай болса неге бүйрегім кішірейіп кеткен деп таңырқай сұрап едім. Дәрігер, кей адамдардың бір бүйрегі үлкен, екіншісі кіші болып жаратыла береді. Мен мұны өз тәжірибемнен білемін. Мұндай жағдайда талай көргенмін деп менің көңілімді орнына түсірді де қайтадан бас дәрігерге ертіп барды. Бұл кісінің ауруы остеохондроз, бүйрегі сау деді. Онда бұл кісіні люкс палатаға жайғастырып, өзіңіз емдеңіз деп тапсырды мені бас дәрігер оған. Өзі 1000 болғыз жігіт елпілдеп жүріп қабылдау бөлімінен қағаздарында толтырып, люкс палатаға жайғастырды да сол күннен бастап ем-домға кірісті. 10 шақты күнде екі бүйрегімнің ашып ауыртқаны басылып, есімді жиып қалдым. Жаңа келген дәрігердің шынында білікті маман екеніне көзім жетті. Оған деген құрметім арта түсті. Ол өзі күнделікті қасыма біраз отырып әңгімелесіп кетуді әдетке айналдырып алған. Аз уақытта бұрыннан сыйлас адамдай достасып кеткен жайымыз бар. Дәрігер Қалайжан, Қарашал екеуміздің әңгімеміздің үстінен түсті. Қалеке, отырыңыз. Қарияның сөзін тыңдайық деп мен дәрігерге қарап едім. Ол диванға барып жайғасты да біздің сөзімізге құлақ тұрды. Мен қатқан Қарашалға қайта көңіл бөліп, аға, дәрігерлермен қатысым болды деген сөзіңізге қарағанда, сіз бұрын бас дәрігер немесе денсаулық сақтау басқармасының бастығы болған сияқтысыз деп сұрадым. Мен облыстық сот сараптама орталығының бас патологоанатомы болып 45 жыл қызмет істедім бауырым, деді қария. Сол кезде облыстың аудандарында кездейсоқ кісі өлімі болып жатса, мені шақырып сараптама жасататын. Былайша айтқанда, өлікті сойып, неден өлгенін анықтап беретін бас маман едім. Сот істі қарағанда менің қорытындымды негізге алады. Сол кездерде көп науқастар жергілікті дәрігерлердің нақтаманы дәл қоя алмауы салдарынан біліксіздігінен өліп жататын. Мұндайда мен осылай деп шындықты жазып берсем, емдеуші дәрігер сотталып, бас дәрігер жұмысынан айырылар еді. Мен соларды сол кезде осындай қиындықтан құтқарып қалған адаммын. Аудандық, қалалық ауруханалардың бас дәрігерлері менің алдымда құрдай жорғалайтын заман-ай. Енді міне қара, бәрі де мені елегісі келмейді. Қария ауыр күрсінді де әңгімесін қайта сабақтады. Тек дәрігерлер ғана емес, милиция, прокуратура, сот қызметкерлері де менің қызметімді көп пайдаланды. Ұрыс жанжалдан кісі өлімі болып жатады. Басқа да қайғылы жағдайлар кездесіп қалады. Сотың бар ма, прокуратураң бар ма, қылмыскерлерді ақтап алу үшін немесе қаралау үшін менің қорытындыма сүйенеді. Жалынып, жалбарынып, мына адамды қылмыстан арашалап аласың десе, өлген адамды өлді ғой деп марқұмның өзі кінәлі қылып талай қағаз жазып бердік қой. Басымыздан небір пендешілік өтті. Қазір заманда, қоғамда өзгерді. Енді сенен оны несін жасырам деп Қарашал тағы да үнсіз қалды. Ағасы, осы сот сараптама саласында жұмыс істегеніңізде қанша өлікті сойғаныңызды білесіз бе деп қалдым мен бала сияқты астын-үстін сөйлеп. Неге білмейін, білемін. Бүкіл қызмет жылдарында мен 45 000 майытты сараптама жасаған маманмын, деді, жай ғана ешкі сойғандай. Аға, біреулерді қылмыстық істен соттан арашалап қалғаныңыз дұрыс шығар. Ал бірақ көпе көрнеу біреуді қаралап, қиянат жасаған кезіңіз болды ма деп тағы бір сұрақты төтесінен қойып жібердім. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше дегендей, біраз әңгімелескеннен кейін ол кісіге бойым үйреніп, еркін сөйлеп жібергенімді өзімде аңғармай қалыппын. Қарашал да мені жатсынбады. Мені қартайғанда осындай күйге түсіріп, жылдар бойы жегідей жеп келе жатқан осы жазықсыз жанның көз жасы емес пе, деді ол ауыр күрсініп. Енді ғана ел қатарына қосылам ба деп болашаққа деген зор үмітпен қарап, жас ағашта жайқалып өсіп келе жатқан бір жас жігіттің болашағына балта шауып жібергенім үшін өмір бойы өкініп келемін. Ол кезде мен де жаспын, жас маманмын. Тасым өрге домалап тұрған кез. Жоғарыда айтқандай, прокурор да, сот та, милиция да менің шашпауымды көтеріп, соңымнан жүгіріп жүрген дәурен. Бір күні сараптамаға бір бойжеткен қыздың мәйіті түсті. Аудан прокуроры маған өзі келді. Жақа, деді прокурор, бұл өлген қызды бір жігіт зорлаған көрінеді. Әрі бұл қыз райкомның бірінші хатшысы пәленшенің жақын туысы екен. Сол кісі маған тапсырды, әлгі жігітті түрмеде шіріту керек деп. Сараптама қорытындысын осыған лайықтап жасап беріңіз.
Қызметіміз бір-бірімізбен тығыз байланысты кісі болған соң ойланбастан жарайды дедім. Мәйітті аштым. Барлық ішкі ағзаларын мұқият зерттеп, қыздың қояншық ауруымен ауыратынын анықтадым. Қызға ешқандай зорлық жасалмағаны, алайда жігітімен жақындасқанда талмасы ұстап өліп кеткені белгілі болды. Байғұс жігіт қыздың ауру екенін білмегеніне жазған ау сірә. Кейін сот процесі кезінде жігіттің ата-анасы 2 жас көптен сыйласып, сырласып, үйленуге келісіп жүргенін, оны қыздың ата-анасы да жақсы білетінін, бірақ олар қарсы болып отырғанын айтып зар жылады. Ал соттың төрағасы менің сараптамамның қорытындысы бойынша жас жігітті қызды зорлап өлтірді деп ұзақ мерзімге соттап жіберді. Егер мен сараптамада қызға ешқандай зорлық жасалмағанын, оның қояншық ауруымен ауырғанын жазып бергенімде, жас жігіт жазадан құтылатын еді. Амал не? Мен ақымақтықпен бейкүнә жігіттің өміріне балта шапқанымды өзімді білмей қалдым. Сол жігіт 15 жылдық жазасын аман-есен өтеп келді ме? Келсе қандай азамат болды екен деп ойлаймын. Байғұстың жас өмірі қапаста өткеніне, жазықсыз жазаланғанына кінәлі мен болдым ғой деп толғанғанда ұзақ түн кірпік алмаймын. Ішкі дүниемді от қарып жатқандай ұзақ жылдар бойы азаппен өмір сүріп келемін деп қара шал ауыр күрсінді. Ал мен не дерімді білмей үнсіз қалдым. Бұдан 25 жыл бұрын немере інім қайтыс болғанда аудандық ішкі істер бөлімі мен прокуратура облыстан сарапшы алдырып, сараптамадан өткізгені әлі есімде. Ұзын бойлы, көзіне көз әйнек киген, қалың қара шашын шалқайта қайырған қара жігіт сараптама жасап, қорытындысын ішкі істер бөліміне өткізіп кеткен еді. Мына кісі сол болып шықты. Ішіндегі мұң-зарын, шер-шеменін айтып жеңілдейін деді ме, қара шал әңгімесін қайта жалғады. Аталарымыз біреуге қиянат жасасаң алдыңа келеді деуші еді. Сол сөзге мән бермей келіппіз ау. Әлгі жігіттің қиянаттың құрбаны болуы, ата-анасының көз жасы мені жібермейді ау деп күйзелемін үнемі. Кезінде дүниеден кемде болған жайым жоқ, отбасымда таршылық көрмеді. Зіңгірлетіп үй салдым, балаларының бәрін оқыттым, үй жайлы еттім. Ал енді қартайған шағымда кемпірім өліп қалды. Бір балам жынданып кетті, тағы бір балам нашақор болып үй жайды есіркіге айырбастап жіберді. Осылайша баспанасыз қалдым. Бұл маған жазықсыз кісіге жасаған қиянатым үшін Алланың жіберген зауалы ма, кім білсін. Барар жер, басар тауым жоқ. Кісіге қылған қиянат қайта өзімді табады деген осы болса керек деп шал көзіне жас алды. Бұрынғыдан да бүкшиіп, мүскінге айналған оны аяп кетсем де, соның кесірінен 15 жыл арқалап кеткен бейтаныс жігіттің тағдыры менің жүрегімді осып-осып өткендей қанжылады. Аға, сол кезде сот сараптамасының қорытындысын жалған жазып, құрбандыққа шалып жіберген жігітіңіз мен болатынмын, деді кенет дәрігер Қалижан. Қара шал да мен де оған жалт қарадық. Әдеміше аққұба жүзі бозарып, құп-қу болып кеткен. Бас алқалы парасатты азамат емес пе? Ашуын тез іркіп, бойын әп-сәтте билеп ала қойды. Бұрын бұл әңгімені тыс жарып ешкімге айтпап едім. Енді міне, сіздің жан күйзелісіңізді сезіп, жаным ашығандықтан кейінгі тағдырымды баяндап беруге жөн көрдім, деді дәрігер. Сот үкімі шыққан соң мені Жамбылдан Ақтөбеге алып кетті. Түрмедегі күндерім сүреңсіз өтіп жатты. Бір күні анам мен бауырларына хат келді. Гүлжанның маған сені сүйемін, сен үшін жаным құрбан. Өзіңсіз өмір сүре алмаймын, тез үйленейікші деп өліп-өшіп жазған хаттарын, екеуміздің бірге түскен суреттерімізді, тойға шақыру билетін дайындап жүредік. Соның бәрін бір білікті заңгерге көрсетіп, кеңес алғанын, енді іске сол кісі араласып, араша түскелі отырғанын жазыпты олар. Бірақ бұдан бірдеңе шығарына сене қоймадым. Арада жарты жыл өткенде маған қайтадан сот болды. Сот мәжілісінде прокурор мен судья баяғы сот сараптама қорытындысын алға тартып еді. Менің шешем мен бауырларым жалдаған адвокат оларға табандылықпен қарсы тұра білді. Қыздың жігітке жазған хаттары міне қолымда. Сенсіз өмір сүре алмаймын, сүйемін, күйемін деп жазыпты. Екеуінің тойға арналған шақыру билеті де бар. Осы құжаттың бір данасын сіздерге де өткіземін. Осыншама өліп өшкен қызды сүйген жігіті зорлады деген сөз көңілге қонады ма? Бұл бір деңіз. Ал екіншіден қыздың жас кезінен бері қояншықпен ауыратыны, аудандық ауруханада есепте тұратыны туралы мәліметтерді таптым. Анықтамасы мынау. Мұндай науқас қыз заңды некеге тұрып, жұбайлы қатынасты бастағанда да өліп кетуі мүмкін еді ғой. Бұл аз десеңіз жігіттің кінәсіздігін дәлелдейтін айғақтарым тағы бар деп қорғаушым бір құшақ қағазды соттың алдына қойды. Алғашқы күні сот отырысы осымен аяқталды. Екінші күні сот жарыссөзді көпке созбай, бұрынғы үкімнің күшін жойып, мені бостандыққа шығарды. Елге баруға ұялған соң Ақтөбеде қалдым.
зауытта жұмысшы болып істедім. Жыл бойы сабаққа дайындалып, келесі жылы Ақтөбе мемлекеттік медициналық институттың емдеу ісі факультетіне оқуға түсіп, 6 жылда оны ойдағыдай бітіріп шықтым. Ұзақ уақыт Ақтөбеде, Атырауда, қалалық және облыстық ауруханаларда қызмет істеп, 30 жылдан соң ел жаққа оралған бетім осы. Келіншегім де бар, 3 баламыз бар деп мені емдеуші дәрігерім Қалежан Қарашалға қарады. Ойпырмай балам, бар екенсің ғой, тірі екенсің ғой, жақсы азамат болыпсың. Кешір мен байбақты деп Қарашал дәрігердің алдына отыра кетті. Ақсақал, орныңыздан тұрыңыз, мен сізді баяғыдан-ақ кешіргем. Қыздың ағайыны ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған ауданның бірінші басшысы еді ғой. Істің бәрі соның екпінімен өрбіген кезін білемін. Аққа қара жұқпайды дегендей, ақ адам қанша күйе жақса да, бәрібір ақ күйінде қалатынына көзім жетті деп дәрігер Қарашалды орнынан тұрғызып, орындыққа жайғастырды. 30 жыл бойы жан азабын тартып келген мен бейбақ бір жеңілдеп қалдым ғой деді шал. Енді дәл қазір өліп кетсем де арманым жоқ. Ақсақал, сіз өлгенде біздің жеріміз кеңейеді дейсіз бе? Талқаныңыз таусылғанша өлмеңіз. Мен облыстық денсаулық басқармасына айтып сізді қаладағы қарттар үйіне орналастырып қоямын деді дәрігер Қарашалға қамқорлық танытып. Мен дәрігер Қалежанның адамгершілігіне қайран қалдым. Тіпті оған деген ықыласым да арта түсті. Ал Қарашал болса үстінен ауыр жүк түскендей өз бөлмесіне бара жатты. Жүрегі кең, адал ниетті дәрігердің қолы да шипалы екен. Сол жылғы емнен кейін бүйректерім қайта ауырған емес. Ал мына оқиға көкейімде мәңгі тұрары анық. Авторы Мырзахан Ахмет.